Баршаңызға сәлем. Бүгін қысқа аджика жабамыз. Маңызды сәттерді жіберіп алмай, видеоны өткізбей, соңына шейін мұқият қарап шығыңыздар. Аджиканы неше түрлі рецептпен дайындап, осы нұсқасы өте қатты ұнады өзіме. Ең алдымен банкаларымызды қайнаған суға булап, қақпақтарын қайнатып, стерилизация жасап аламыз. Аджикамызға керекті заттарды бәрін тазалап, туралап дайындап қойдым. Қанша мөлшерде қосқанын видеоның астында сипаттамада жазып кеттім. Қызанақ пен болгар бұрышын ұзынша бөліктерге бөліп, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыш болмаса, блендермен майдаласаңыздар да болады. Сондай-ақ қызылша мен сәбізді де ет тартқыштан немесе теркадан өткізіп аламыз. Қызылша қосу аса маңызды емес, қоспасаңыздар да болады. Мен аджикамызға әдемі түс беру үшін қосамын. Сарымсақ пен ащы бұрышымызды өткізіп, ас көктерімізді майдалап кесіп аламыз. Үлкен ыдысқа ет тартқыштан өткізілген қызанақ, сәбіз, қызылша және болгар бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Видеоны ары қарай жалғастырмас бұрын, егер каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Ары қарай ащы бұрышымызды қосамыз. Ащы бұрышты өз талғамдарыңызға қарай азырақ немесе көбірек қосыңыздар. Ары қарай лавр жапырағын және бұршақталған қара бұрыш саламыз. Сұйық май құйып, ас тұзын және қант қосып араластырамыз. Тұз бен қанттың да мөлшерін өз талғамдарыңызға сай саласыздар. Мен 4 ас қасық тұз және 2 ас қасық қант қостым. Барлығын жақсылап араластырып, оттың астын қатты қойып, қайнағанын күтеміз. Аджикамыз бұрқылдап қайнаған соң, оттың астын баяулатып, жарты сағаттай қайнатамыз. Жарты сағат уақыт қайнаған соң, сарымсақ пен ас көктерімізді қосамыз. Мен укроп пен петрушка қостым. Егер қаласаңыздар, сельдерей, кинза қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, ары қарай тағы 10 минут уақыттай қайнатамыз. Қайнап дайын болған аджикамызды стерилизация жасалған банкаларымызға ыстықтай құйып шығамыз. Сипаттамада көрсетілген мөлшерден 1 литрлік 7 дана банка шықты. Аджикамыз кез келген тағаммен үйлесімді, тәбетті ашарлықтай болып шығады. Нанға жағып жесеңіз де өте дәмді болады. Аджиканы банкаларымызға құйып болған соң, банкамыздың бойын суытпай, ыстық күйінде жапқышпен айналдырып, қақпағын жауып шығамыз. Жабылған банкаларымызды суығанша төңкеріп қоямыз. Жылы нәрсемен орап қою міндетті емес. Қысқа осы рецепт бойынша аджика дайындауға кеңес беремін, өкінбейсіздер. Видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Арнама жазылмаған болсаңыз, жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.